Балалар, бүгін біз оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар туралы түсінік алатын боламыз, білім аламыз. Бізде бейорганикалық қосылыстар 4 классқа бөлінеді. Бейорганикалық қосылыстар балалар 4 классқа бөлінеді. Оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар. Енді біз осы тақырыптар жөнінде түсінік алайық. Бізге мынадай тапсырма берілсін. Мына бірнеше қосылыстар берілген химиялық. Енді осы қосылыстарды біз осы 4 классқа жіктеп үйренеміз. Ең бірінші бізге азот қышқылы беріліп тұр. Қараңыз, азот қышқылы. Біз бұны қышқылға жазамыз. Себебі бұл сутек атомынан басталып тұр. Сутек атомынан басталып тұрған азот қышқылы, тұз қышқылы, неге? Одан кейін мына жақта фосфор қышқылы немесе орта фосфор қышқылы және де көмір қышқылы. Демек, біз қышқылдарды табу үшін қосылыстың басында сутек атомын тауып алуымыз қажет екен. Мына жаққа жазып шығайық. Азот қышқылы, келесі тұз қышқылы, келесі орта фосфор қышқылы, төртінші көмір қышқылы. Енді балалар, осы қышқылдардың ережесін айтып кете салайын. Қышқылдар дегеніміз сутек атомынан тұратын бір немесе бірнеше сутек атомынан тұратын және де қышқылдың қалдықтарынан тұрады. Мына бізде мыналар қышқыл қалдықтары, NO3 хлор, PO4, CO3 деген бұлар қышқыл қалдықтары. Осындай күрделі затты біз қышқылдар деп айтамыз. Бізде қышқылдар оттекті қышқылдар, оттексіз қышқылдар деп бөлінеді. Егер қышқылдың құрамында оттек атомы болатын болса, онда олар оттекті қышқылға жатады. Ал енді мына жерде тұз қышқылында оттегі жоқ, қарасаңыздар құрамында. Демек, бұл оттексіз қышқылға жатады. Және де қышқылдарды бір негізді, көп негізді деп бөлеміз балалар. Бір негізді дегеніміз, мына сутек атомы біреу болатын болса, бір негізді қышқыл болады. Мына жақта тұз қышқылы да бір негізді қышқыл, себебі сутек атомы біреу ғана. Мынау орта фосфор қышқылы және көмір қышқылы бұлар көп негізді қышқылдарға жатады. Келесі, енді бізде калий гидроксидін, екі сызықпен жасайын. Калий гидроксиді. Енді бұл жерде соңындағы OH-қа қарап біз бұны негізге жататын таба аламыз. Калий OH негізге жазамыз. Негіздерді табу үшін мынадай OH, яғни гидроксид топты іздеп тауып алсақ жеткілікті. Тағы бізде қай жерде OH бар? Мінекей мына. Алюминий гидроксиді негізге жатады. Алюминий гидроксиді. Келесі мына жақта барий гидроксиді қалып кетіпті. Мына барий гидроксиді негізге жатады. Одан кейін мына жақта темірдің 2 гидроксиді бар екен, балалар. Бұл да бізде негізге жатады. Темірдің 2 гидрооксиді. Енді біз бірнеше қосылыстың арасынан негіздер табу үшін соңында OH-ты тауып алсақ жеткілікті дедік. Енді негіздер дегеніміз не? Негіздер дегеніміз бізде балалар металл атомынан тұрады және де бір гидроксид топ немесе бірнеше гидроксид топтан тұратын күрделі затты біз негіздер деп айтамыз. Енді мына жерде қарап тұрсаңыздар, калий гидроксиді, алюминий гидроксиді, барий гидроксиді және де темірдің 2 гидроксиді берілді. Енді осы жердегі негіздерді біз, жалпы негіздерді біз сілтілер, суда ерімейтіндерін негіздер деп айтамыз. Суда еритін сілтілерге бізде калий гидроксиді жатады.
мына менделеев кестесі арқылы калий менен мынау яғни OH екеуінің қосылған жерін көрсеңіз, ериді деген мына жазу шығып тұр, иә. Ерейтіндерді біз сілтілер деп айтамыз. Ал енді мысалы мына жерде алюминий гидроксидін көрейік. Алюминий гидроксиді мінекей мынау тұр, алюминий және гидроксидпен екеуінің қосылған жерін көрсек, ерімейді деген жазу шығып тұр. Демек, бұл ерімейтін болса, негізге жатады. Барий гидроксидте дәл солай, суда ериді. Темірдің 2 гидроксиді суда ерімейді. Жаңаға мен айтып өткендей, суда еритін негіздері біз сілтілерге жатқызамыз. Суда ерімейтін негіздер болып табылады. Енді келесі қосылыс бізде мына жақта 2 элементтен тұратын, оның біреуі оттегі болып келетін, бізде оксидтер болады. Мынау бізде оксидтер. Калий оксидін оксидте жазамыз. Тағы бізде оксид, бұл жерде міне мынау тұр. Бериллий оксиді, көміртектің 4 валент оксиді, және де фосфордың 5 валент оксиді. Осы қосылыстарды біз оксидтердің астына жазамыз. Бериллий оксиді, ары қарай көміртектің 4 оксиді, ары қарай фосфордың 5 оксиді. Енді оксидтер дегеніміз 2 ғана элементтен тұрады, қарасаңыздар. Бұның барлығы 2 ғана элементтен тұр. 2 элементтен тұратын, оның екіншісі, барлығында екіншісі қараңыз, иә, оттегі болатын күрделі заттарды біз оксидтер деп айтамыз. Енді оксидтердің өзін біз тұз түзетіндер және тұз түзбейтіндер деп бөлеміз. Тұз түзетіндер бөлінеді тағы да негіздік оксидтер, қышқылдық оксидтер және екідайлы оксидтер болып бөлінеді. Енді мынау бізде калий оксиді бірінші тұрған негіздік оксидке жатады. Неге? Себебі оттектің алдында металл атомы тұр. Яғни 1 валентті, 2 валентті металл атомдар тұратын болса, оттектің алдында, онда олар негіздік оксидтерге жатады. Ал енді бериллий оксиді бізде кішкене ережеге бағынбайды. Бериллий оксиді бізде екідайлы элемент болып табылады. Сол үшін бұның оксиді де екідайлы оксидке жатады. 2 ұдайлы оксид. Мына жақта көміртектің 4 оксиді бұл қышқылдық оксидке жатады. Себебі мына оттектің алдында тұрған элемент көміртек, бұл бізде бейметалл. Бейметалл, мына жақта фосфорда оттектің алдында тұрған бейметалл болып табылады. Бейметаллдың оксидтері тұратын болса, онда бұл оксидтер бізде қышқылдық оксидтерге жатады. Енді келесі, енді бізде тұздар қалды, олар. Магний хлориді бізге тұзға жатады. Магний хлориді тұзға жатады. Ары қарай натрийдің сульфаты тұзға жатады. Натрийдің сульфаты тұз. Кальцийдің карбонаты тұз. Келесі қорғасының сульфиді. Бұл бізде тұзға жатады. Тұз дегеніміз не? Сонда балар түсіндіріп өтейін. Тұз дегеніміз негіздерменен қышқылдың қалдықтарынан тұратын күрделі зат. Немесе металл атомымен қышқыл қалдық деп жаттап болады. Тұратын күрделі затты біз тұздар деп айтамыз. Енді мына жерде мынау қосылыс тұздар жалпы орта тұздар, қышқылдық тұздар, негіздік тұздар болып бөлінеді. Бұл жерде барлығы орта тұздар. Орта тұз дегеніміз тек қана металл атомынан тұрады, және де қышқылдың қалдығынан тұрады. Мына қосылыс бізде магний хлориді, келесі қосылыс натрий сульфаты, келесі қосылыс кальций карбонаты, одан кейінгі қосылыс қорғасының сульфиді. Мынау металл атомдарының барлығының қасында қышқылдың қалдықтары тұр, қараңыздар.